Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше, дәмді, табиғи, еш қоспасыз үйде әзірленетін айсти әзірлейтін боламыз. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Жасап қана қоймай, сатсаңыздар да болады. Ең алдымен суымызды отқа қойып, қайнағанын күтетін боламыз. Суымыз қайнағанша керек заттарымызды дайындап алатын боламыз. Бізге керегі каркаде, апельсин, 2 алма, лимонның жартысы және де жалбыз керек болады. Ең алдымен апельсинімізді төртбұрышты етіп турап алатын боламыз. Апельсинімізді турап болған соң, лимонымызды турайтын боламыз. Лимонның бізге жарты бөлігі ғана қажет. Лимонымызды ұзыншалап етіп турап алатын боламыз. Лимонымызды турап алғаннан кейін, біз алмамызды тураймыз. Алмамыздың сыртын ашымаймыз. Тек қана ортасындағы дәнектерін ғана алып тастайтын боламыз. Мен 2 алма қолдандым. Өз қалауларыңызша 3-4 алма қолдансаңыздар болады. Осылай барлығын турап, дайындап алатын боламыз. Барлық керек затты описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Достар, қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Суымыз қайнағаннан кейін каркадемізді салып, бір араластырып аламыз. Одан кейін үстіне 400 грамм қант салдым. Қантымызды салғаннан кейін тағы да бір араластырып алатын боламыз. Бетін жауып 15 минут қайнатып алатын боламыз. Он 15 минуттан соң осылай каркадемізді сүзіп алып тастайтын боламыз. Бұл каркаделарды тастамаңыз, тағы бір пайдалануға жарайды. Келесіде 2 литрлік суға қайнатсаңыз болады. Одан кейін жаңағы туралған жемістерімізді салып тағы да 2-3 минут, әрі кетсе 5 минут бір қайнатып алатын боламыз. Міне біздің айсти сусынымыз дайын. Салқындатып, ішіне мұз салып, ішсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасағаннан кейін тоңазытқышта 1 апта сақтасаңыз болады. Жарамдылық мерзімі 7 күн. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айдана.